My fellow colleagues. Құрметті әріптестер, барлығыңыз коронавирустың өршуі және оның әлемнің көптеген елдерінде таралу туралы естігеніңізге сенімдімін. Бәлкім сіз біз не істеуіміз керек деген ойда жүрген шығарсыз. Олай болса, бұл жайында әңгімелейік. Бірақ ең алдымен вируспен одан туындайтын ауру туралы түсінігіміз болғаны жөн. Коронавирус адамдарда бірнеше ауру тудыру қаупі бар вирустардың үлкен тобы. Бұл топқа жалпы суық тию, ауыр жіті респираторлық синдромы және таяу шығыс респираторлық синдром ретінде белгілі. 2019 жылдың желтоқсан айында Қытайдың Ухань қаласында жаңа коронавирус табылды. Осы жаңа вирустан туындайтын ауру COVID-19 деп аталады. Аталмыш дерттің ең негізгі белгілері қызу, жөтел және шаршағыштық. Бұлар әдетте асқынбаған күйде өтеді. Вирус жұқтырғандардың 80% еш емдеусіз жазылып кетеді. Бірақ қарт адамдар мен созылмалы аурулар бар адамдарда елеулі симптомдар дамуы мүмкін. Өкінішке орай бұл індетті жұқтырғандардың 2-4% қайтыс болды. Десек те, ауыр жіті респираторлық синдромы және таяу шығыс респираторлық синдромы вирустармен салыстырғанда COVID-19 дертінен өлім жағдайларының көрсеткіші әлдеқайда төмен. COVID-19 ауруына шалдыққан адам жөтелген немесе түшкірген кезде вирус оның мұрнынан немесе аузынан шыққан майда сілекей тамшылар арқылы айналаға таралады. Бұл кезде науқас адамның жанында болған адамдар вирусты ауадағы тамшыларды жұту арқылы жұқтырып алуы мүмкін. Бұл тамшылар айналадағы заттардың бетіне де түседі. Осы заттарды ұстап, кейін қолдарын бетіне, көздеріне, аузына немесе мұрнына тигізген адамдарда COVID-19 вирусын жұқтырып алады. Вирус адам ағзасына енгеннен кейін көбейе бастайды. Дерттің белгілері байқала басталғанға дейін 1 күннен 14 күнге дейін өтеді. Осы инкубациялық кезеңде инфекцияны жұқтырған адамдарда аурудың ешқандай белгілері байқалмайды, және олар аурудың таратушылары болып табылмайды. Өкінішке қарай, дәл қазіргі уақытта COVID-19 дертіне қарсы дәрі-дәрмектер немесе вакциналар жоқ. Бірақ бақытымызға орай адамдардың басым көпшілігі емделмей-ақ жазылып кетіп жатыр. Дерті асқынған науқастарға оттегі және респираторлық қолдау сияқты сүйемелдеуші ем жүргізіледі. Олардың басым көпшілігі жазылып жатыр. Біздің алаңдауымызға себеп бар ма? Әзірге Қазақстан аумағында бұл ауру жағдайлары тіркелген жоқ. Егер сіз COVID-19 таралатын аймаққа бармасаңыз, және сіз COVID-19 аурумен ауыратын адаммен тығыз байланыста болмасаңыз, онда сізде ауруға шалдығудың қаупі өте төмен. Қазіргі таңда КПО-да қандай әрекет жасалуда? Біз қажетті дәрі-дәрмектерге тапсырыс беріп қойдық, және олардың көбі келіп үлгерді. Қазіргі уақытта дәрігерлеріміз және мейірбикелеріміз осы ауруды емдеу хаттамаларын қолданып, дайындық жұмыстарын жүзеге асыруда. Біз жағдайдың ықтимал өрбуінің бірнеше нұсқасын өндірістік және жобалық бөлімдерге ұсындық. Ақпараттық технология, жеткізілімдерді ұйымдастыру және еңбек ресурстары бөлімдерімен бірге бұл сценарийлер орын алған жағдайда жасалатын іс-әрекеттерімізді анықтадық. Сонымен қатар біз іс-әрекеттерімізді тиісті басқару және сәйкестендіру мақсатында Ақсай қаласының ауруханасымен және денсаулық сақтау саласының жергілікті билік органдарымен де тығыз қарым-қатынас жүргізіп келеміз. Ең бастысы, біз дерт таралған елдерден келген қызметкерлерімізді карантинге орналастырып, үйде оқшаулау шараларын қолданып, мемлекеттік талаптарды бұлжытпай орындаудамыз. Сапарлардың және қоғамдық жиылыстар санын барынша азайту бойынша үкімет кеңестерінде орындап келеміз. Сонымен қатар, біз өзіміздің іс-қимылдарымызды сәйкестікке келтіру үшін күн сайын ғаламдық және жергілікті жағдайларды қадағалап отырамыз. Сонымен, әрқайсымыз бұл дерттен қорғану үшін не істей аламыз? Ең алдымен жеке тазалығыңызды сақтаңыз. Қолдарыңызды сабынмен жиі жуып, сумен шайып, бетіңізді қажетсіз ұстай бермеңіз. Екіншіден, өзіңізді нашар сезінсеңіз, үйіңізде қалып, дәрігер көмегіне жүгініңіз. Жұмысқа шықпаңыз. Ауруды таратумен қатар әріптестеріңіздің алаңдаушылығын тудыруыңыз мүмкін. Жөтелгенде немесе түшкіргенде аузыңыз бен мұрныңызды шынтақпен немесе қағаз орамалмен жабыңыз. Содан кейін қолданылған қағаз орамалдарды дереу лақтырып тастаңыз. Үшіншіден, жұмыста әріптесіңіздің ауырып тұрғанын байқасаңыз, кем дегенде 1 метр қашықтықты сақтап, оған дәрігер көмегіне жүгінуін сыпайы түрде ұсыныңыз. Заттың беті зарарлы деген күдігіңіз болса, оны зарарсыздандыру құралымен сүртіп алсаңыз жеткілікті. Кейін қолыңызды сабындап жуыңыз. Жоғарыдағы қарапайым әрекеттер көп күш-жігерді талап етпейтін шаралар. Барлығымыз мұны орындасақ, вирустың таралу қарқыны айтарлықтай бәсеңдейді. Халық арасында осы вирус таралы бірнеше теріс түсінік қалыптасқан. Бірінші дақпырт. Вирус ауамен таралады және ғимараттардың желдету жүйесі арқылы жайылуы мүмкін. Бұл шындыққа жанаспайтын қауесет. Вирус майда тамшылар арқылы таралады. Ал тамшылар ауадан ауырлау.
Сондықтан желдету жүйесі арқылы тарала алмайды. Ауырып тұрған адамды байқасаңыз, одан 1 метрден кем емес қашықтықты сақтаңыз. Екінші дақпырт. Ауру белгілері жоқ адамнан дертті оңай жұқтыруыңыз мүмкін. Бұл да шындыққа сәйкес келмейді. Ауру белгілері жоқ адамдарда вирус немесе инкубациялық кезеңінде, немесе мүлдем жоқ. Бұл екі жағдайда да ауру жұқтыру ықтималдығы 0-ге тең. Үшінші дақпырт. Барлығымыз медициналық бетперде киюге тиіспіз. Бұл жалған ақпарат. Ауруға шалдыққан немесе ауру адамға күтім жасайтын адамдар ғана бетперде қолданған жөн. Егер сіз ауырмасаңыз, бетперденің еш көмегі жоқ. Шын мәнінде бұл әрекет жалған қауіпсіздік сезімін тудырып, сақтықтың басқа шараларын елемеуіңізді әкелуі мүмкін. Шын мәнінде бұл әрекет жалған қауіпсіздік сезімін тудырып, сақтықтың басқа шараларын елемеуіңізге әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ бұдан дүниежүзінде бетперделердің жетіспеушілігін арттырып, ауруға шалдыққан адамдарды, яғни шын мәнінде бетпердені қажетсінетіндерді оның болу мүмкіндігінен айырады. Төртінші дақпырт. Қытайда өндірілген тауарлар вирусты таратуы мүмкін. Бұл шындыққа жанаспайды. Вирус заттардың бетінде ұзақ өмір сүрмейді. Әсіресе әртүрлі температуралар мен әсерлерге ұшырайтын болса. Әңгімеміздің соңында ойымды түйіндегелі айтпағым, бұл дертке қарсы медициналық ем және оның шешімі табылатынына сенімдімін. Біздің әріптестеріміздің көпшілігі мен олардың отбасы мүшелері бұл ауруға шалдықпай да қалады. Ауруға шынымен шалдыққандарда ауру жеңіл түрде өтіп, ал көпшілігі емсіз де сауығып кетеді. Бұл дерт ынтымақтастығымызға, бірлігімізге және психологиялық тұрақтылығымызға туған сын. Қорқыныш пен алаңдаушылық адам баласына тән нәрсе. Барлығымыз өзімізді және отбасымызды қорғауға тырысамыз. Вирустан гөрі біздің қорқынышымыз өзімізге көбірек зиян келтіруі мүмкін. Ол бізді үрейленуге және жағдайды ушықтыруға итермелеуі ықтимал. Мысалы, жалған қауесеттер тарату мен дерттің таралуы үшін белгілі бір адамдар тобын кінәлау. Барлығымыз сабыр сақтауымыз, батыл болуымыз және бір-бірімізге қамқорлық танытуымыз қажет. Тек сонда ғана біз бұл сыннан бірге өте аламыз.